Сәлеметсіздер ме? Осындай үгілмелі тестадан восток пирогын пісіреміз. Мен салмасына жаңғақ, сары өрік және мед қостым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша мейіз қоссаңыз да болады. Алдымен ұн, қант, разрыхлитель және сары майды жақсылап араластырып, үстіне 5 жұмыртқаның сарыуызын салып, қамыр илейміз. Жұмыртқаның ақуызынан осындай меренге дайындаймыз. Оның үстіне бір ас қасық крахмал қосамыз. Кез келген крахмал, егер болмаса қоспасаңыз да болады. Қамырымызды пергамент қағаздың көмегімен қалыпқа саламыз, оның үстіне салмамызды салып шығамыз. Оның үстіне дайын меренганы жайып шығамыз. Қамырды қалыпқа салар алдында екі бөлікке бөлген болатынбыз, бір үлкен, бір кіші бөлікке. Кіші бөлігін үстіне осылай жайып шығамыз. Пирогты шамамен 35 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Мен пирогым дайын болды, өте жұмсақ, песочный болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, шайға күшті кетеді.